Құрметті оқушылар, естеріңізде болсын, тарих пәнінен экзамен тапсырғанда да, мемлекеттік емтихан тапсырғанда да, және ұбт тапсырғандарындағы кез келген сұрақты шешудің басты екі кілті бар. Ол тарихи уақыт, тарихи кеңістік. Бүгін осы бойынша ғана сөйлесеміз және үйренеміз. Биылғы жылғы ұбт-ның ерекшелігі сол, барлық даталық сұрақтар, ал тарих датасы ол деген тарих емес, біздің дәуірімізде дейінгі 3-ші мыңжылдықта. Немесе энолит дәуірі. Міне, Ботай, Жылқы, 160 қоныс, Ақтөбе, немесе екінші бір қоныс шегі бәрі тұрыс. Осы көлемде. Одан кейін Андронов, оның бәрін көріп тұрсыздар, тағы бір мәселеге көңіл аударыңыздар. Мына сызық үзілмей келе жатыр деп есептейтін болсақ, біздің дәуірімізге дейінгі, біздің дәуіріміз бұл белгі жыл санауға ыңғайлы болсын деп Иса пайғамбардың туған күнінен алдық. Жаңа жылды тойлайтынымыз сол Рождествода. Міне сонда, міне егер христиан дініндегі адамдармен біреуіне былай деп сөйлесіп қалсаңыздар, 2022 год от Рождества Христа деген кезде, демек Иса пайғамбардың, біздің пайғамбар ғой, туғанына 2022 жыл болған екен. Осыны ұстаңыздар. Демек, бұға дейінгі болған оқиғаның бәрін біздің дәуірімізге дейінгілер, одан кейінгілер біздің дәуіріміз дейміз. Міне сендер міне мына жерде тұрмысыңдар, қазір жан-жақтарына қарап, не ол тоқталу уақыттандамайын көріп тұрсыңдар, 11-ші сынып оқушы сендерде даңқ қалыптасқан. Не орта ғасырлар, түрік қағанаты, қазақ хандығының құрылғандығы деген сияқты мәселелер тұр алдарында. Сондықтан да қазір практикалық бірден жұмысқа көшіп берейік. Мына уақыт сызығына қарай отырып, мына жерде сұрақты оқып жүріңдер біреуін. Не деп сөйтіп тұрмын? 552 жылы не болды? Не болды? Мен қазір шақырмай мынаны сұрайтылайыншы. Ал егер 751 жылы Аслақ шайқасы қайғандай уақытта болды дейтін болса, мына жерден былай жүрейін бе, жоқ, былай қозғалайын ба? Былай қарай, иә? Мына жерде 752 жыл дейік. Онда практикалық жұмысымызды бір жалғастыра берейік. Мына уақыт сызығы 16-шы ғасыр. 16-шы ғасыр дегенде жылдарды ғасырды жылға ауыстыра білу дағдысы өте керек. 16-шы ғасырымыз 1500 жылдан бастап 1599 жылға арасын қамтиды. Демек, бірінші сұрақ, Хақназар ханның билік жүрген уақытын белгілейді. Жай тұлпан келе ғой. Шырған ердіңде белгілерді алдап қойып, өзінің шамамен айта бер. Ол 1538 бен 1580 жылдар аралығында келген. Мен мына жерді алатын едім. Мынаны не істеп бүйтіп қозғалып кеттім ме? Неге қозғалып ол? Сәнсің. Ал? Не мені қойып тұршы? Серге, және 1580 тағы бірден оқып қойыңыздар. 80-ға жерде тоқтайды. Атаның қойымда дейді, тағы 20 жылдай уақыт бар ғой. Рахмет. Екінші сұраққа кете берейік. Екінші сұраққа. Тәуекел ханның Орта Азияға сәтті жорық жасаған жылын кім көрсетіледі? Кім белгілей алады? Яс қоя аласың ба? Ой, Асен? Қандай сұрақ? Кім қояды? Мәншіктің басқаларын уақытсызғымен қозғала алмайсыңдар ма? Мәншікке, то есть әңкардың басқаларын. Мәншікке көрсет. Бірге үйренеміз. 1598 жыл дейді. Айтып қойдым. 1598 жыл. 99 сол уақыт қоятын едік. Ал енді Есім ханның билікке келген уақыты. 1598 ровно. Ол да 98 ме? Онда сол жерде жоға жағынан қойшы. Екі оқиға бір жерде қатты бассаңдар экран қозғалып кетеді өткен. 98. Ал енді соңғысы Қасым ханның қасқа жолы заңы қабылданған уақытты шамамен кім белгілеп беретін еді? Кәнеке жылын айтыңдаршы, жылы немесе ғасырдың уақытысын айтыңдаршы.
16 ғасырдың Bası. басы. Ал Ақниет көрсет 16 ғасырдың басы болатын болса, бір бәрі қызыл сандардың бәрі биеге өздерінде. Анау басы болғанда қай жылды қойып жібердің өзі көрші. Қасының бүйтіп қылған басы. 511-18. Шамасы осының ішіндегі айтады. Ендеше уақыт сіздің көрдіңіздер бір ғасырда болған оқиғалар тізбегі әртүрлі болып ауысып келе беруі. Бір жылда болған оқиға шоғырлар мүмкін 598 жылы Шайбани-бектің Орта-Азиядан кетуі, Сібір хандығының құлауы мына жерге қалай жасап жіберілді бір жылдың өзінің айналасында. Сондықтан да енді келесі мәселеге қозғала келейік. Мынау кеңістік, солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс ортасында тұрған кезде. Сондықтан да сегменттерін ұмытпаңдар, азимуттарды солтүстік, шығыс, оңтүстік, шығыс, жетісуға дейін оңтүстік, шығыста, оңтүстік, батыс Оғыз мемлекетінің негізгі жерлері. Батыс Ноғай ордасының орналасқан жері. Осыны біліңдер. Енді биылғы жылға балалар жаңа қосылған сұрақ, ол Қазақстанның орталық Азиядағы географиялық аймаққа кіретіндігі. Осы туралы, қане мен сендерге тапсырма бергем, іңкәр, сен шығасың ба? Қане сөйлей қой, географиялық аймақ қай жерлерді алады? Иә, мінекей мен қолымда қарындаш бар, алда көрсетіп бір сөйлей бер. Бізде Орталық Азия географиялық аймағы бойынша солтүстігінде Орал таулары мен Батыс Сібірді қамтиды. Ал оңтүстігінде ол кезде Памир таулары, яғни Афганистан жерлерін қамтиды. Иә, Афганистанға дейін жерді. Бізде солтүстігі Монғолияда. Солтүстігі емес, шығысы. Шығысы Монғолияда Гоби чөлі мен батысы Қазақстандағы Каспий мен Жайықтың бойына дейін барады. Рахмет. Ал енді отыра ғой, осы орталық Азия аймағына орналасқан саяси карта ретінде мемлекеттер Қазақстанның көшелері туралы кімді айта алады? Кім шығады? Мәншік? Мәншік шығасың ба? Шыға ғой, шыға ғой. Ане қарындаш тұр, алып ақырын айта берсең болады. Біз қараған кезде бізде ең алғаш көрінеді бізде Қытай, сосын Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекстан және Түркменстан, сосын Ресей, сосын Монғолия. Монғолия. Дұрыс. Біз осы географиялық аймақта осындай саяси мемлекеттермен көрші екенбіз. Айтып баратын болсақ, оңтүстікте көршілеріміз Қырғызстан, Түркменстан және Өзбекстан. Шығыстағы көршіміз Қытай мен Монғолия. Солтүстік батысымызда Солтүстікте Ресей және тағы да Ресей. Батыста тоже Ресей. Тоже емес, тағы да Ресей. Рахмет. Отыра ғой. Енді келесі жұмысқа дайындалайық, оны көреміз. Так, бірінші сұрақ кескін картамен жұмыс болсын. 16 ғасырдағы Қазақстан Республикасының астаналары мен олардың еліміздің бас қаласы болған жылдарын белгілеңдер дейді. Қане, кімдер тапсырма дайын, шығып көрсетіңдер. Келін, бірінші топ келіңдер. Бірінші сұрақ 20 ғасырдағы Қазақстан Республикасының астаналары мен олардың еліміздің бас қаласы болған жылдарын белгілеңдер. Бізде ең алғаш ол Орынбор қаласы болды. Яғни ол бізде Орынбор деген Сібір жақта, яғни мына жерлерді Орынбор, Орал жақта. Орал жақта. Бізде Орынбор 1920 мен 25 жылдар аралығында Қазақстанның астанасы болды. Белгілеп қой. Бірінші астанамыз. Так. Екінші астанамыз. Екінші астана ол бізде Қазақстанның оңтүстігі, яғни Қызылорда жақ. Ол бізде 1925 пен 29 жылдардың аралығын қамтиды. Дұрыс. 25-29 жылдардың арасында бізде Астана. Дұрыс астанамыз Қызылорда болды. Одан кейін бізде енді Жетісу жаққа келсек, Алматы ол бізде Қызылордадан кейін, яғни 29 пен 97 жылға дейін Қазақстанның астанасы болды. 29-97 арасында. Әкел, төмендеп түсірек, сен Талдықорған тұсына кетіп болдың, Астанамында ғой.
Одан кейін бізде 97 мен 1997 мен 98 жыл маусымына дейін бізде Ақмола қаласы болды. Жоғары жақта. Ал одан кейін 98 жылдың маусымынан бастап 2019 жылдың сәуіріне дейін Астана қаласы болды. Астана деген атқа ие болды. Сол бір қала болып тұрып жатырмыз ғой. Ал 2019 жылдың сәуір айынан бастап Нұрсұлтан қаласына деген атқа ие болды. Рахмет қыздар, жақсы дайындықтарың жақсы екен. Көрдіңдер ме, астаналарымызды белгілеп алдық. Екінші, Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің даму динамикасын кесін картада көрсетіңдер. Сонда кел, көрсетіп, не қолында контркартаны, кескін картаны қолдан, немесе қарындашалда мына үлкен кескін картадан даму динамикасын айтып өтті. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс ең бірінші ол бізде орталық Қазақстан, яғни Ақмоланың жерінде басталды 1838 жыл. Ол дамыды, яғни осы орталық Қазақстанда, яғни оның шабуылы мына жаққа қарай болды. Оңтүстікке қарай. И оны қай жылдары болды оңтүстікке жорығы? 1841 жыл. болды. Оны хан етіп сайлады, ол жерде мына бастаған жерде ол сұлтан болды ең бірінші, одан кейін мына жерде оны хан қылып сайлады. Ұлытауда, Одан кейінгі мына жаққа қарай шабуылы болды, одан кейін ең соңғы шайқасы мына жерде өтті да, осы жерде аяқталды. Қазақстанның 300-ін қамтып деп айта аламыз ба? Түгел, кіші жүзі тартылды ма? Көтеріліске. Жоламан би өз әскерімен осыған келіп қосылды деп есептейміз. Ал балалар, онда рахмет, бізге көрсетіп берді. Енді үшінші мәселе орта ғасырлық Ақ Орда, Моғолстан, Ноғай ордасы мемлекеттерінің орналасу аймағы. Арсен, кел, мұнда болу керек. Енді бірдеңке беріңдерші Арсеннің қолына. Мына жақта дегенің жақсы екен өзі. Ал енді. Мына жерде Ноғай ордасы. Қазақстанның батыс бөлігінде. Қазақстанның батыс бөлігінде Ноғай ордасы. Астанасы Сарайшық. Жайық өзенінде. Жайық өзенінде. Мына жерде Ақ Орда. Ақ Орданың астанасы Сығанақ. Ал Моғолстан Жетісуда орналасқан. Оңтүстік шығыс Қазақстан немесе Жетісуда. Оның астанасы Алмалық. Алмалық, ол анда біздің қазіргі жерімізден шығып кетеді. Рахмет. Арсеннің көрсеткен тағы да естеріңізге сақтап қалыңдар. Батыс Қазақстан аймағында Ноғай ордасы дейміз орта ғасырларда. Орталық Қазақстан оңтүстіктің бір бөлігі Ақ Орда және оңтүстік шығыс Түркістанның бөлігін Моғолстан мемлекеті алып жатты. Балалар, бұл сендерге ең қажетті екі ақпараттың айналасында жұмыс істедік. Сондықтан да сендерге ұбт және мемлекеттік емтиханда жақсы тапсыруларыңа тілектеспін. Бәрлеріңе болашақта жетістікке жететіндеріңе сенімдімін.